Аспанда үлкен ұшақ самғап келеді. Ол тыныш әрі мамыражай көрінеді. Ұшақ инженерлік ажайып. Ол жүздеген адамды тасымалдайды. Мыңдаған шақырым жол жүреді. Бұл сапар адамзаттың ақыл ойының куәсі. Кейде жағдайлар дұрыс болмай қалуы мүмкін. Күрделі механизмдердің ішінде жасырын қауіптер бар. Шағын техникалық ақау апатты салдарға әкелуі мүмкін. Қозғалтқыштың істен шығуы өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін. Ақаулы электр жүйесі үлкен қауіп төндіреді. Сымдар қызып ұшқын шашып, тез тұтанатын материалдарды тұтандыруы мүмкін. Отынның ағып кетуі тағы бір үлкен проблема. Отын буы өте жарылғыш. Кішкентай ұшқын қатты өртті тұтандыруы мүмкін. Ауа райы күшті болуы мүмкін. Дауылдар, нөсер жаңбыр, найзағай және қатты жел әкелуі мүмкін. Найзағайдың соғуы ұшақтар үшін сирек кездесетін, бірақ нақты қауіп. Тікелей соққы электр жүйелеріне айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Қатты турбуленттілік ұшақтың құрылымына үлкен күш түсіруі мүмкін. Бұл металл шаршауына және ықтимал істен шығуға әкелуі мүмкін. Қазіргі заманғы ұшақтар көптеген ауа райы жағдайларына төтеп беретіндей етіп жасалғанымен, төтенше жағдайлар әлі де қауіп төндіруі мүмкін. Тарих бойы қайғылы ұшақ жарылыстары болған. Бұл оқиғалар бізге қауіпсіздіктің маңыздылығын еске салады. Олар сондай-ақ авиацияны үнемі жетілдіру қажеттілігін аттап көрсетеді. Мұндай бір қайғылы оқиға 1996 жылдың 12 қарашасында болды. Сауд Арабиясының 763 рейсі Үндістан үстінде қазақстандық жүк ұшағымен соқтығысты. Апат екі ұшақтағы барлық 349 адамның өмірін қиды. Себебі ұшқыштың қателігі мен байланыс проблемаларына байланысты болды. 5 бөлім. Тенерифе апаты. Тұмандағы соқтығысу. 1977 жылдың 27 наурызында әлем тарихтағы ең қасіретті авиациялық апаттың куәсі болды. Екі Boeing 747 ұшағы Канар аралдарындағы Тенерифедегі Лос Родеос әуежайының ұшу-қону жолағында соқтығысты. Апат 583 адамның өмірін қиды. Апат қалың тұманда болды. Түсініспеушіліктер мен байланыс қателерінің сериясы қайғылы оқиғаға ықпал етті. Тенерифе апаты авиациялық қауіпсіздік хаттамаларында айтарлықтай өзгерістерге әкелді. 6 бөлім. Өткеннен сабақ алу. Авиациялық қауіпсіздіктегі жетістіктер. Авиация саласы өткен қайғылы оқиғалардан сабақ алды. Қауіпсіздік шаралары мен технологиялық жетістіктер жарылыс қаупін айтарлықтай төмендетті. Ұшақтарды жобалау, техникалық қызмет көрсету және пайдалануды қатаң ережелер реттейді. Ұшқыштар төтенше жағдайларды шешу үшін қатаң дайындықтан өтеді. Әуе қозғалысын басқару жүйелері байланыс пен навигацияны жақсартты. Бұл шаралар ұшуды бұрынғыдан әлдеқайда қауіпсіз етті. 7 бөлім. Қазіргі заманғы навигациялық жүйелер. Жол көрсету. Қазіргі заманғы ұшақтар күрделі навигациялық жүйелермен жабдықталған. Бұл жүйелер ұшақтың орнын дәл анықтау үшін спутниктер мен жердегі станцияларды пайдаланады. GPS технологиясы навигацияда төңкеріс жасады. Ұшқыштар енді дәл позициялық ақпаратқа сене алады. Бұл әсіресе көріну нашар жағдайларда соқтығысу қаупін азайтады. Жетілдірілген радар жүйелері әуе қозғалысын басқарушыларға ұшақтарды бақылауға және соқтығысулардың алдын алуға көмектеседі. 8 бөлім. Нығайтылған құрылымдар және өрт сөндіру. Қауіпсіздікті арттыру. Ұшақ өндірушілері құрылымдық тұтастықта айтарлықтай жетістіктерге жетті. Ұшақтар енді үлкен күшке төтеп бере алатын берік материалдардан жасалған. Өрт сөндіру жүйелері де айтарлықтай дамыды. Жүк бөлімдері және қозғалтқыш бөліктері өртті анықтау және сөндіру жүйелерімен жабдықталған. Бұл жүйелер өртті тез сөндіріп, оның таралуына және апаттық зиян келтіруіне жол бермейді. 9 бөлім. Ұшудың болашағы. Қауіпсіз аспанға қарай. Авиация саласы қауіпсіздіктің одан да жоғары деңгейлеріне ұмтылуда. Зерттеушілер ұшақтардың қауіпсіздігін одан әрі арттыру үшін жаңа технологиялар мен материалдарды зерттеп жатыр. Болашақ ұшақтарда шағын зақымдарды қалпына келтіре алатын, өзін-өзі қалпына келтіретін материалдар болуы мүмкін. Жетілдірілген датчиктер және жасанды интеллект ықтимал проблемаларды пайда болғанға дейін болжауға және алдын алуға көмектеседі. Ұшудың болашағы барлығы үшін одан да қауіпсіз аспан жасауға бағытталған.